Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін оқтаусыз медовый әзірлейтін боламыз. Бір банка балымызға бір ас қасық нан содасын және 180 грамм сары майымызды дәл осылай водяной баняда ерітіп суытып қойып қоямыз. Және миксерімізге 5 жұмыртқа 140 грамм шекерімізді салып жақсылап әппақ болғанша дәл осылай араластырып аламыз. Және осы суыған балымызды бір тіндеп құйып отырып миксермен айналдырамыз. Және айналып болған соң ұнымызды 370 грамм ұнымызға бір ас қасық разыркетелін салып біртіндеп отырып дәл осылай миксермен тағы да айналдырамыз. Мінекей біздің тестамыз дайын. Енді осы тестадан 3 ас қасықтан пергамент қағазымызды төсеп дәл осылай жайып алып пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Дайын болған піскен корждарымызды жақсылап суытып кальцияда жинаймыз. Арасына кез келген өз қалауыңызша кремдер жағуларыңызға болады.